Ağamız men de barsam bolamады деген екен сөз. Қорыққан кезде, алаңдаған кезде қуанышты енді алаңдау болып тұрады. Жақсы болсын, қуаныш болсын. Мен енді аналарыма бұрылайын. Анасын жақсы көретіндердің бәрі болсын, қос құдағиға бір шақалауық қойып. Апа, қанша перзент өсірдіңіздер? Көкем екеуіңіз. Осы кенжеңіз ба? Үйленіп отқан бала? Үйдің үлкені қымбат, кенжесі тәтті дейді. Мынау ең кенжесін аяқтандырып, бүгін бұдан кейінгі бәрі немере той болсын. Сүндет тойы бар, қыз беруі бар, келін алу бар деген сияқты көзін жеткізе берсін. Енді құдағиымыздың кеше қандай қыз болғанын болжау қиын емес. Құдағиымыз дүниеге кіргенде екі қыз қалдағы отыр. Қандай әдемі қыздар, маңдайы жарқырап, Төлеңгіттің қыздары. Ертең біздің де қызымыз сол сіздерге Төлеңгіттің сондай азаматтарын, осындай әдемі қыздарын сыйлай берсін. Жаңа бір үйдің ағайынды 5 баласы болған екен ғой, апа. 5-еуіне Құдай мұрнынан берген ау деймін көке. Мұрындары Әзірбайжан ағайындардың мұрны сияқты бір ерекше дәу екен 5-еуінің мұрны. Сөйтсе ең кенжесі Олжас сияқты бір пұшып келін әкеп дейін. Махаббат болып қалған шығар енді. Жанынан қарасаң мұрын төбесі көрінбейтін тәңкиіп қалған пұшық мұрын келін әкелсе, бүкіл үрім-бұтақ әулет болып, барлық нәрсе сол келіннің мұрнына байланысты сияқты бәрі келін мұрнына қарап отыру екен дейді. Олар да түсінуге болады ғой енді, көздері дәмірінға әбден үйреніп қалған. Бір күн шай ішіп отырып үлкен қайнағасы айтқан екен ғой, ұрмай. Үстіп жүріп бір күні мұрындарымыз жоқ бітмесе болады. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы, бастысы Олжас. Сол кешегі аталарымыздан келе жатқан азаматтың жолын, жігіттің жолын ұстаса, жігіттің жағасы нағашыдан дейтін нағашыларындай азамат болып ертең отырса алдымызда. Сол айлеріміз сол елде жарының жайын жайнамаздай таза ұстаған бір әдемі келіннің, әдемі ананың жолын ұстаса, бақыттың үлкені сол деп ойлаймыз. Мен осы жерде отырған бәріңізге тілерем, бір әулеттің емес, бүкіл қазақтың анасындай кісі ғой, Тәушен анамыздан біреуге Бақытжан Тұрыс апамыз айтқан екен, бұл адамға дәмді ас жесең де бақыт екен, жарасымды киім кисең де бақыт екен, жүйрік ат мінсең де бақыт екен. Бірақ жалған дүниедегі мен көз көрген қуанышым, бақыт деп бағалаған биігім, кеткен қызым келген жоқ, келген келінім кеткен жоқ деген екен. Мен осы жерде отырған ата-ананың бәріне сондай бақыт тілерем. Қосылған перзенттеріңіздің бәрі қоса қарсын. Жар болу үлкен жауапкершілік. Жақсы жігіттің жақсы қызға үйленуі, жақсы қыздың жақсы жігітке тұрмысқа шығуы ол жеңіспен тең. Алдымен сол жеңіске жетуің бар, жеткеннен кейін оны баянды етуің бар дейді екен. Оның бәрі үлкен еңбек екен. Бір жігіт үйленгенде 5 жыл болғанда айтқан екен ғой, тәке үйленгенше сезім керек екен, одан кейін желательно төзім керек екен. Жастардың сезімі, төзімі, бастысы сол ерлі зайыптылық достығы жақсы болсын екен. Әйтпесем бастысы сол екен, 50-ге келген бір ағамыздың өзі жеңшемізге қарап тұрып, әттең әйелімсің, әйтпесем өшім араласатын адам емессің деген екен. Құдай сақтасын. Мына екеуін Құдай тіл көзден, қауіп қатерден сақтап, екеуі қоса қапсын біздің тілегіміз. Сол кісілерге жастарға жол көрсететін, әлемді алда айналсақ та, анадан қамқор адам жоқ. Кездескенде ақ жүзіңде